Berem. Қауіпсіздік белгісін тақпаған жөнінде әкімшілік хаттаманы рәсімдеймін. Құжат ұсынбайсыз. Жоқ, мен құжатты берем. Көрмейді. Болса, мен де сөйлейді, мен Қазақстан азаматын, дұрыс па? Мына кісі маған бейне түсіру үшін Бейнетаспаға жеткен жоқ. Мен бейнетаспа түсірмадым қазір. Жеке ұялы телефонмен түсіріп отырсыз. Жоқ, дұрыс қой. Жетісай аудандық ішкі істер бөліміне тіркелген. Жоқ, мен сияқты ескертсеңіз, мен видеокамера түсіріп жатырмын, братан. Дұрыс па? Өзіңіз мысалы жеке ұялы телефоныңыз арқылы түсіретін болсаң, мен ескертуім. Мен ескерттім қазір. Мен камераға түсіріп отырмын. Содан кейін мына видеозаписте барлық жазылып тұр. Болды. Маған ескертуге міндетті емеспін мен. Полиция қызметкері мен жүргізушінің арасында. Жоқ, маған тоқтасаңызшы білмейді. Енді тоқтасаңызшы мен сөйлейін да. Камераға түсіріледі. Жоқ, кім? Полиция қызметкерінің заң талаптарын орындамай жатсыз ғой. Командир, мен тоқтасаңызшы мен орындамаймын. Құжаттың бәрі тұр міне. Құжаттың бәрі тұр. Мен құжатты мен не үшін беремін себеп? Айтшы, себебі не? Жоқ, бір рет орындасаңызшы. 31 металл мен сертификатын әкеліңіз, несін? Металл несін әкеліңіз, әкімшілік хат. Беремін құжат міне. Құжаттың бәрі тұр. Тек басып, удап беремін. Құжаттарыңызды ұсыныңыз. Сертификаты мен түсіруге қақылған. Автокөлік тоқтатқаннан бастап. Болды, сотталған. Жоқ, мен сізге не қылып жоқ, дауым жоқ. Bir минут тоқтасаңызшы. Дәлелдеме Жоқ, ретінде кім? Дұрыс қой. Bir нәрсе айтайыншы, өте соташы мен сөйлейін. Мен не нарушить еттім? Айтшы. Мен не нарушить еттім? Жоқ, тоқтасаңшы, мен не нарушить еттім? Жоқ, тоқтасаңшы, мен не нарушить еттім? 6-шы рет қайталап айтып отырмыз ғой сізге. Жоқ, братан, сөзің аузын. Мен не нарушить еттім? Нарушение көрсетсеңізші. Жоқ, командир. Әлде де нарушить еттік, құрметті жүргізуші. Жол жүріс бөлігінде әлде де тұр. Құжатым тұр міне, братан. Полиция қызметкеріне ұсыныңыз. Мен берем, бірақ маған дәлел көрсетсін. Бермесем айтсын, міне құжатым тұр. Құжатыңызды беріңіз. Ұсыныңыз, Басқармаға барамыз, камерадан көрсетіп береміз сіздің дәлелді. Болды, отырып барамыз. Живой дәлеліңіз осы жерде тұр. Құжаттарыңызды қолма-қол беріңіз. Жоқ, хаттама не үшін отырады мен? Не үшін, не нарушить еттім мен? Яғни ақша төлейтін менмін. Оң жақ жолаушыңыз командирда қауіпсіздік белгісін тақпаған дұрыс па? жоқ, дәлел көрсетіңізші болды ғой. Дәлел болса камераға барамыз деп. болды, барамыз. Қазақстан Республикасының 2-1 тармағына Мен сізге қарсылығым жоқ. Дұрыс жұмысың. Мен қарсылығым жоқ. Тағайдым. Бірақ дәлел көрсетіңіз. Мен сізге қазақшалап Жоқ, айтып сіз құжаттарыңызды беріңіз. Мен сізді жоқ, мен танымай жатырмын ғой мысалы. Маған қоршығында көрсеткен жоқсың, танысыған жоқсың мысалы. Мен көрсеттім. Жоқ, өзіңді көрсеткен жоқсың маған. Біріншіден, жақында. Мен өзім Жоқ, маған көрсетсей, мынандай дәлелді. Мен сізге қарсылығым жоқ. Мына құжатым тұр міне. Құжатым. Қолма-қол енді ұсыныңыз. Жоқ, не деп беремін мен құжат? Маған дәлел көрсетсін да, дәлел көрсетсін, братан. Дәлел көрсетсін. заң талабына бағынбайсыз. Жоқ, онда әңгіме қойсаңдаршы. Bir рет қайталайын тағы. Егер де полиция қызметкерінің заң талабына бағынбайсыз, ұрасыз ба? Жекеменшік мәшинеге қол жұмсаңыз, үстіне шағым түсіремін. Жекеменшік мәшинеге қол құзырлы жұмсаңыз. органдар бар. Мына, шақырыңыз құзырлы органды, мен қорқажым. Мен заң талаптары. документтің құжаты міне, қазір көрсетемін, бұл YouTube-қа шығады бұл. Автокөлік жолдың жүріс бөлігінде Қазақстан Республикасының 597 бабының 1 бөлігімен әлде де тұр автокөлігіңіз сіздің жолдың жүріс бөлігінде. Болды, камера істеп тұрса, камерадан көреміз. Егер мен адам ремень тақпасам, нарушение етсем, мысалы қараңыз, сөз алдыңыз, бағлам қойсыз. Баке, егер мен құжатым бәрі дайын, міне. Қараңыз. Сен тота, жібер. Берсеңізші құжатты. Сен алуға қақың жоқ қым? Полный имей бір алу қой. Құжатты алдың ба? Жоқ, құжатты алдың ба? Алдыңғы автокөліктен. Жоқ, жаңа мына кісі знажок жоқ еді. Білесіз, знажокты қазір тағып келді. Бұл кісі таныстырған жоқ, кетіп құжат жоба кетіп қалды. Сіз таныстырды талап еттіңіз ғой. Мен таныстырған жоқ, келіп адам қолы көреді. Сізде таныстырдың, мынау кісі таныстырған жоқ мына жігітті ма? Хаттамада отырған таныстырған жоқ мен біріншіден. Енді түсіп тұрасаңызшы. Мен сұрамаймын, сотқа барамын. Органдар бар. Егер полиция қызметкерінің заңмен істеңдер. Жұмысты заңмен істеңдер. Мен YouTube-қа шығарамын біріншіден. Мен хаттама толтырмаймын. Қолда қоймаймын маған. Адам ретінде заң нәрсе істеп жатқан болса құзыретті орган бар. Маған тоқтаңыз. Қазір маған тоқтаңыз. Прокуратура оның арзана барамын. Прокуратура не арзана барамын. Шағымыңызды білдіріңіз. Көресің. Жарай ма? Маған хаттама толтырған жоқ. Хаттама толтырмады ғой. Не үшін тоқтатқан айтқан жоқ бұл кісі. Ремень тақпадым деді. Адамға тоқтадым деді. Бірақ нақты нарушение жоқ. О, камера дейді, бейнекамера. Камераға да барамын мен қазір. Гаиге кіремін қазір. Енді барсаңыз сізге барамыз. Не бармайды. Сояға жүріңіз деп жатыр сізге. Көрсетіп береміз деп жатыр. Не бармайды. Болды ғой, мен хаттамадан жұлып алдым документті жаңасы. Сіз аты жөнін таныстырсай көрейік, удасы. Көрсетіңізші. Есіккада таныстырайсыз. Маған көрсеткен жоқсыз біріншіден. Маған көрсеткен жоқсыз. Мен мына ескерткем мына, білесіз мына кісі. Мен ескерттім. Тағы да түсірдім сізге, міне. Мен түсірмеймін болыпты. Мен түсірмеймін. Жарасов Дінмұхамбет 2020-ға полиция БПТ
Болды. Құдайбек. Сіздің таныстыңыз ба? Сіз жені таныстырыңыз. Құжатты алмай жатып таныстыруыңыз керек бірінші. Әке, Бірінші тоқтаңыз. міндетіңізді білесіз ба? Міндетін білем. Қандай міндет? Мен тоқта деген нарушение тоқтадым. Міне оң жақта тоқтап, абайға тоқтадым. Тоқтаңыз. Тоқтасаңшы мен сөйлейін. Тоқта деген міндетін тоқтап түсірдім. Бұл кісі маған кеп таныстырған жоқ, кеп құжатты береді. Сіз кім боласыз? Не үшін тоқтаттыңыз деп бұл сұрады. Құжатты сұрады. Не үшін тоқтаттыңыз деп дәлел беремеді. Маған 2-1-1-ді тоқтасаңшы мен айтқым. 2-1-1-ді орында деді. 1-7-ні орындаған жоқ біріншіден. Нарушениесіне бұл кісінің нарушениесі. Мен бай тоқтап етсеміз. 1-7-ні бұл кісі әлі маған орындаған жоқ. Келдіңіз да сіз құжатты кеп микрофонмен айқайлады. Онда түсіріп алдым. Құжатын берсей дедіңіз маған. Дұрыс па? Құжатты берсей деп айттыңыз сіз маған. Құжатыңызды алып беріңіз деп. Жоқ, құжатын берсей. Бірнәрсе деп маған айқайлады микрофонмен жаңа сіз. Дұрыс па? Дәлелдеменің бәрін сотқа келтіріңіз, жарай ма? Болды. Мен ақша төлемеймін. Төлемей қойыңыз. Көресіз. Бірақ осыны төлетім мына жігітке. Бірақ қауіпсіз бермей 10-94-13 регион. Полиция, бірақ көрсетіп көрсетіп. Болды. Хаттама жазып беріледі. Келісетін болсаңыз келсем, Мен қолда қоймаймын, келіспеймін де көрінбейді маған қағазын. Маған көрсетіңіз. Егер мына пунктты бар ғой бапта көрсетіңіз. Егер мына пунктта мына кісі нарушение еткен болсам, мен таныстырмай құжатты жұлып алуға болады деген қағаз көрсетіп, мына сөйтіп айтты жаңа. Бермеді, өзі жұлып алып деді. Тоқтаңыз. Талаптарға бағынбасаңыз. Тоқтаңыз, мен заң бағынбаймын деген жоқ. Тоқта беріңізші. Мен құжаттарды не үшін бермеймін дедім. Жоқ, тоқтаңыз. Қалай түсінбеймін мен? Қалай түсінбеймін? Түсіндіріп жатырмын ғой сізге. Құжатты Сен кеп жұлып алдың ғой құжаттарымды кеп. Дұрыс па, командир, сен жұлып алдың кеп. Мына кісі таныстырған жоқ, келді құжат сұрады. Қойсаңдар сөйтіп Анау тұрған пакетпен бірге ұсынып тұрсыз ғой өзіңіз. Міне құжатым дедіңіз. Құжатым бар, маған дәлел көрсет дедім. Құжатым тұрды, бұл кісі құжаттарын көрсет деді. Дұрыс па? Маған таныстырған жоқ мына жігіт, бірақ хаттама толтырып жатыр. Жарайды, тура солай арыз жазыңыз, таныстырған жоқ, бірақ Болды, қазір көресің. айтқан сөзіңіздің барлығын. Мен сізге шағым түсірмеймін. Сіз маған видеокамера түсірдіңіз, есеткен жоқсыз біріншіден. Онда тура солай. Маған деді мемлекет берді. Мемлекет берген болса, металлургиясын көрсетіңіз, сертификатын көрсетіңіз. 31 әкімесі хаттама Ертең. Дәлелдеме ретінде видео записында сотқа барады. Болды. Сол кезде сіз мынаны сотқа алдыра аласыз. Қай жерге тіркелген криминалистер бөліміне. Болды. Бұл кісі маған көрсетіп көрсеткен жоқ. Не көрсетіп? Автокөліктен түсіп, арбайдан отырып, түрме түсірмейді. Мен түспеймін. Маған хаттама толтырдыңыз ба? Орындамайтын болсаңыз қазір Не үшін толтырдыңыз хаттаманы? Көрсетіп таныстырыңыз. Мен танысу керек. Қазақстан Республикасының 597 бабының 1-ші бөлігімен жолдың жүріс бөлігіне тоқтаған үшін 1-ші хаттамаңызды рәсімдеді. Болды, сот. 2-ші хаттамаңыз Қазақстан Республикасының 593 бабы бойынша, яғни оң жақ жолаушыңыз алдындағы оң жақ. Ол дәлел көрсетіңіз. Мен документті берем деді, бірақ дәлел көрсетіңіз. Тоқтаңыз. Өйтіп органдарға барып арыз шағымданыңыз. Мен шағымды, мен бір шағын ақтап алайын. Ол любой нәрсе ақтайды. Мен басым екеу емес, құрметті. Көрсетіңіз, таныстырыңыз, Поршын көрсетіңіз. Мен сізге таныстырғам, Поршын көрсеткен. Көрсеткен жоқ, мына кісі көрсетті. Дүйсенбай деп көрсетті, мына кісі көрсетті. Құжатыңыз көрсетіңіз, мен оқып көрейін. Мен тиістім ба документті құжатты жұлып алуға. Мен қарсылығым жоқ, тағайдам сізге. Мен Қазақстан азаматым. Сізде ішін құжатыңыз. Міне, түсірмей-ақ қояйын. Қақтан жұлып аламын мен сіздің құжатыңыз. Абдуразақов Мақтыбек Айзлыевич, полиция БДБ. Жылын көрейсіз, қай жылға дейін? 2021-ге. 2021. Енді маған Енді көке маған тоқтаңыз. Маған енді несін көрсетіңіз. Көке. Дәлел көрсетсеңізші. Дәлел көрсетеді. Басқармаға бірге барыңыз, камераның. Жоқ, маған дәлел берсеңізші. Басқармаға барамыз. Дәлелін көргіңіз келе ма? Көргім келеді. Басқармаға жүрміз. Заң талаптарын орындап. Мен полицияға мен неге барамын мен? Не үшін баруым керек? Дәлел көру үшін әкелсін осы жерге тоқтатты ғой. Онда алып келетін мүмкіндігі жоқ бұл жерде. Маған ондай болмайды. Мен милицияға бару міндетті емеспін. Маған осы жерде ұстап, осы жерде тоқтатады. Маған Қазақстанның азаматына тоқтаңыз. Болмаса полиция заң талап етіп жатыр. 1-7-ні орындаған жоқ бұл кісі біріншіден. 1-7-ның 31-ші металлургия әкімшілік несінің 31-шіден жоқ. Мен түспеймін, маған дәлел көрсетіңіз. Мен беріп беремін осы жерден. Қол қойып беремін. Дәлел әкеліңіз, болды. Бермесем иттің баласы болмайды. Тұр. Бәрін айқайлап шақырам. 2 куәгер болса 2 куәгер шақырам. Маған дәлел көрсетіңіз. Дұрыс па? Мен дәлел әкелмеймін, мен мәшіт бермеймін. Енді күнге дәлел арыз шағым болса жоқ, мен шағымды қазір өше түсіремін. Дәлелін көріңіз келсе айтыңыз. Тура осы жерге сізге алып кешіп қояды екенсіз. Ол жеке меншік мәселе менің.
Маған хаттама толтырды ма? Хаттаманы таныстыру керек. Не үшін толтырды? Маған таныстырған жоқ. Жоқ. Таныспай жатсыз ғой. Сізге айттым ғой жаңа. Кеп документті жұлып алды мына кісі. Көрдіңіз, е? Кім жолы? Мына кісі. Мынау командир мен тұр ғой ютубта, қазір көресіз оны ютубта. Кейін ол Пакетімен бірге сіз бүйтіп машинамды апарып қоямын сұрап сәйенке. Сөйтіп мен таксимен кетем. Братан, таксимен кетем. Штрафын төлермін, бірақ ютубқа мен шығарамын. Сіз сотқа шығарыңыз. Өзіңіз білесіз. шығармаңыз деп жатқан жоқ. Маған көрсетіңіз, дәлелін көрсетіңіз. Болды, әңгіме жоқ. Дәлелді көрсетіңіз, болды. Дәлелді әкеліңіз. Мен түспеймін машинадан, түсуге хақым жоқ. Мен Қазақстан азаматы, маған дәлел көрсетпеймін, машина түсуге хақым жоқ. Мен нарушением көрсетсін. Жоқ, қарасаңызшы, сөзің аузыңызда. Мен нарушение еттім, я? Иә. Көрсетсеңізші болды ғой. Сізге айтып жатыр ғой енді. Ой, командир қойсаң, да сөйтіп ондай нәрсені. Ішкі істер бөліміне барасыз. Маған нарушение көрсетсеңізші болды ғой. Бір ауыз тыңдайсыз ба? Тыңдаймын. Тыңдайм. Егер мен хаттамада жеке туған тіркемесі деген жер бар да, себебі келіспеймін деп жазыңыз. Материал біз өзіміз дәлел тауып өзіміз алып барамыз материал сотқа. Жарайды ма? Келіспесеңіз келіспеймін деп хаттамаға қол қойып беріңіз. Қол қоймасаңыз да болады. Кеп жазып беріңіз. Мен қол қоймаймын. 10 күн ішінде арыздансаңыз болады. Онда қазір барамын мен. Онда барыңыз. Мен бұяққа бармаймын, бұл облысқа барамын. Түркістанға барамын. Әкімшілік құзыршылық туралы кодексін. Жоқ, мен сізге тағы айтамын. Құрмет Мықтыбек, жүргізуші. Мықтыбек кісі, Мықтыбек қой атыңыз, иә, есімі. Мен сізге айтып жатырмын, маған нарушением көрсетсеңізші болды. Мен документтің бәрін құжатыма бердім сізге. Құжатымен алып қойдыңыз тартып. Мен сізге көрсетіп беремін. Басқармаға барамыз? Басқармаға не үшін барамын? Не үшін барасыз? Машина менің жеке меншік машинам. Тек басып тұр. Машина еш кімden тұрады осы жерде. Служебный машина барамыз. Жоқ, машина тұрады осы жерде. Машина бір жерде қойып құлтап қойым керек. Служебный машина бірге барамыз. Мен не үшін не деп барамын мен оған? Дәлел көрмейсіз бе енді өзіңізге қатысты? Мен дәлелді әкесім осы жерге. Мен қандай адаммын? Міндеттіміз бар ғой. Мен де сізге міндетті емеспін осы жерге дәлел әкеліп беруге. Камера бәрі бар қой. Сотқа апарып беремін дәлел, жарай ма? Болды. Сотқа апарып міндет беремін. Болды. Хаттаманы толтырып бер. Толтырып бер болыңыз. Толтырма, әке қол қойып берейін. Толтыр. Қарсылық деген мен Кісілігіңізге зиян түсмейді. Зиян толтыр. мен түспеймін машинада, мен түсуге хақты емеспін. Осы жазып толтырсын, мен оқимын бәрін. Не жазылғанын. Отырып әкімшілік хаттама қол қойдыруға мен де міндетті емеспін. Жоқ, кейін көресің оны, көресің міндетті емессің. Мен сізге личный әңгіме айтқан жоқпын, командир. Мен сізге личный әңгіме айтқан жоқпын. Хаттаманы толтырыңыз. Мен хаттаманы көрейін, келісемін, келіспеймін. Ол кейін шешіле береді жайлап. Бірінші майды қойыңыз, етті қуырыңыз. Пиязды салыңыз, одан кейін барып мен жайлап картошка мен әкеп беремін. Салыңыз, істеңіз. Адресім тұр, правада тұрмын. Правада тұр, жаз адресімді. Ну, удостоверением тұр. Адресіңізді толықтай айтыңыз. Мына Қазақстан азаматым, Қазақстан ұлттық Мақтаарал ауданы Асқата кентінің. Тұр, жазыпты бәрі. Мақтаарал ауданына жатпайды, Асқата кенті. Кешіріңіз, Жетісай ауданына. Мақтаарал ауылы болады, Жетісай. Жетісай ауданына жатады. Құрмет жүргізуші. Енді бөлінген сондай болған шығар. Менде ондай болған жоқ. 2012 жыл берген екен, бізге енді бөлінді ғой 2018-де. Бізде сөйтіп жазған мына Қазақстан Республикасы. Асқата кенті. Өркенді елді мекені. Ұялы телефон номеріңізді айтып беріңіз. Телефон жоқ мен. Телефон жоқ. Ұялы телефоны жоқ деп. Жоқ деп жазсаңыз. Автокөлігіңіз қазір автотұраққа барып қойылады. Болды. Әкімшілік құқық Маған кодексінің жоқ, дұрыс. Мен қарсылығым жоқ, тағы айтамын. Маған жұмыс істемеймін. айыппұлдарын төлейсіз, одан кейін автокөлік шығарып автоден. Мен айыппұлда ол сотқа барып шешеміз. Заңсыз нәрсе Жұмыс істемеймін. Еш жерде мемлекетте жұмыс істемеймін. Бір тиын ақшамай мемлекетте. Тек құям мемлекетте. Тек құям ақшамай мемлекетте. Әкімшілік хаттаманы рәсімдедім. 24 бүгінгі число. 9-ай 18. Маған ол маған қызық емес. Маған камера жүзінде әкеліп жатыр. Таныстыру мен құқығым міндетіме кіреді. Керек жоқ, таныстырып жатпайды. Маған әкеліп таныстырмай жатып, бірінші тоқтаттыңыз ба? Мен сізден құжат талап отамыз. Хаттамамен Мен маған керек жоқ хаттама. Жаңа командада ол мемлекеттік хаттама. Жоқ, келсем кеттім, маған көрсетіңіз. Камера көрсетіңіз. Болды. Мен сізге камера көрсетемін. Басқармаға барайық дедім. Сіз бармадыңыз. Отыр барам, отыр. Мен машина бермеймін құжатын. Маған документті көрсетпей. Одан кейін стоянкке машина.